Саламатсыздар ма оқушылар, қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы толеранттылық, бейбітшілік кепілі. Бүгінгі сабақта ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің құрылымы мен рәсімделуін білесіз, жанрлық және тілдік ерекшеліктерін талдайсыз. Сонымен қатар ғылыми және публицистикалық стильдің жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып шағын мақала жазасыз. Бүгінгі сабақта кездесетін жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Төзімсіз, невыносливый, алауыздық, раздор, тұс-тұстан, отовсюду, қарама-қайшы, противоречие, татулық, дружба, согласие. Толеранттылық, басқалардың пікіріне, сеніміне, тәртібіне шыдамдылық көрсету. Плюрализм, бір қоғамда жеке және тең мәдениеттердің бейбіт қатар өмір сүруі. Өркениеті бар, қоғамдық мәдени даму жағынан көтерілген, жетілген. Даудамай, айтыс-тартыс, талас, керіс, жанжал. Оқушылар, жаңа сөздерді есте сақтаймыз. Келесі кезекте ой түрткі сұрақтары. Толеранттылық ұғымын қалай түсінесіз? Толеранттылық туралы декларация жайлы не білесіз? Толеранттылық халыққа не береді? Оқушылар, осы сұрақтардың жауабын алу үшін келесі тапсырмаларға зер салып мұқият қараңыздар. Есте сақтайық, оқушылар, өткен 90-да ғылыми стиль және публицистикалық стиль жайында өткен болатынбыз. Бүгінгі сабақта соларды бір еске түсірейік. Ғылыми стиль ерекшелігі. Ғылыми еңбектерде, ғылыми баяндамаларда, лекцияларда, ғылыми оқулықтарда қолданылады. Тілі айқын, жинақы, тұжырымы дәл. Жанры. Ғылыми стильдегі еңбектер: монография, оқулық, мақала, ғылыми есеп, реферат, диссертация, баяндама, тезистер, аннотация. Әдеби сөздерді, терминдерді тура мағынасында қолданады. Публицистикалық стильдің ерекшеліктері. Газет, журналда, жиналыс, митингілердегі сөздерде қолданылады. Тілдік ерекшелігі: эмоционалды экспрессивті сөздер, риторикалық сұрақтар, стильдік қайталаулар, қаратпа сөздер, перифразалар қолданылады. Жұртшылықтың санасына ықпал ету мағынасындағы хабарлы, сұраулы, лепті сөйлемдер болып келеді. Қосарлы сөздер, мысалға, бұқаралық саяси, үгіт-насихаттық, тағы басқалар қолданылады. Жанрлық ерекшелігі: публицистикалық стильдегі еңбектерге қоғамдық, саяси тақырыптарға жазылған газет, журналдардағы мақалалар, очерктер, памфлеттер, үндеулер, тағы басқалар жатады. Мәтінмен жұмыс. Мәтінді бірге оқиық. Толеранттық: өзіндік айырмашылықты, өзгешелікті, ерекшелікті мойындау, басқа түрлерге төзімділікпен қарау, өзге сенімдегі, көзқарастағы, әрекеттегі кісілердің таңдау құқығын құрметтеу, қақтығыстарды өзара сұхбат пен келісім арқылы шешу жолын қарастыру, мәдениетсіз амалдарды қолданбау, кешірімшіл және жанашыр болу секілді осы заман қоғамындағы түрлі сенімдер мен бағыттардың қатар өмір сүруі және өзара сәйкесу ережесі. Толеранттық: жеке адамның әлеуметтік топтардың басқа адамдармен немесе әлеуметтік топтармен қарым-қатынасынан көрініс табады. 1995 жылы ЮНЕСКО-ның бас конференциясы бекіткен толеранттықтың принциптер декларациясында толеранттылық былай қарастырылады: әлемнің бай мәдениеттерін, өзін-өзі көрсетуін, жеке адамның қасиеттерінің көрініс табуын дұрыс түсініп, қабылдап, құрметтеу. Наным-сенімдерден, ақиқатты шексіздендіруден бас тарту және халықаралық құқықтық актілерде бекітілген адам құқық саласындағы ережелерді бекіту. Қазақ түсінігіндегі қонақжайлылық ұғымы осы толеранттық ұғымымен мағыналас келеді. Толеранттық адам құқығы мен бостандығы, сондай-ақ плюрализм қағидасымен бірге негізі демократиялық принциптердің бірі саналады. Википедия ашық энциклопедиясынан алынған мәлімет. Олай болса, алғашқы тапсырма. Толеранттылық деген не? Жауабыңызды мәтін мазмұнына сүйене отырып кестеге түсіріңіз. Тапсырманы орындауға уақыт беріледі.
Тапсырманы орында болсаңыздар, жауап үлгісіне назар аударыңыздар. Толеранттылық, төзімділік, сабырлылық, шыдамдылық, көнбістік, рақымшылдық. Оқушылар, сіздердің де жауаптарыңыз дұрыс болды деген сенімдемін. Жарайсыздар. Олай болса, келесі тапсырманы орындайық. Ғылыми стильдегі мәтіннің жанрлық және тілдік ерекшеліктерін талдаңыз. Тапсырманы орындауға уақыт беріледі. Орында болсаңыздар, жауап үлгісіне назар аударыңыздар. Жанрлық ерекшелік, ғылыми стильдегі монография. Себебі мәтін көлемді кітаптан алынған үзінді. Тілі айқын, тұжырымы дәл. Тілдік ерекшелік, мәтінде терминдер көп қолданылған. Мысалы, толеранттылық, плюрализм, декларация, ЮНЕСКО, тағы басқа. Жарайсыздар оқушылар, сіздердің де жауаптарыңыз дұрыс болды деген сенімдемін. Келесі тапсырманы орындау үшін аудио мәтінді мұқият тыңдаңыздар. Мәтіннен кестеде берілген ақпараттарды анықтаңыздар. Мақаланың құрылымы, мақаланың рәсімделуі, тілдік ерекшелік, жанрлық ерекшелік. Оқушылар, тапсырманы орындау үшін аудио мәтінді мұқият тыңдаңыздар. Сәттілік тілеймін. Тапсырманы орындау үшін уақыт беріледі. Толеранттылық. Қазіргі таңда әлемдік аренада түрлі өзгерістер болып жатыр. Адамзаттың қол жеткізген жетістіктері ерекше. Ғылыми техникалық прогресс, экономикалық даму, ақпараттық жаңа технологияның артықшылықтары адам баласына мол мүмкіндік беріп отыр. Әлемде көптеген игілікті іс атқарылды. Адами құндылықтарға баса назар аударылды. Бірақ осымен бірге тұс-тұстан төнген қауіп-қатер де көбейді. Нақтылай айтқанда, өркениетке қадам басқан бүгінгі әлемнің түкпір-түкпірінде түрлі дау-дамай, қарама-қайшылық, жанжал, соғыс ошақтары өршіді. Мемлекетаралық, дінаралық алауыздық, экстремистік, лаңкестік топтар тарапынан болып жатқан қысым, адам құқын таптау секілді келеңсіздіктер тыйылар емес. Әлемдегі экономикалық, әлеуметтік, экологиялық мәселелер де бүкіл адамзат өркениетіне қауіп төндіріп тұр. Бұл қауіп-қатер адами, рухани құндылықтарға да кері әсерін тигізбей қоймайды. Осындай сын-қатерлерге төтеп беріп төзу адамнан толеранттылықты, адамгершілікті қажет етеді. Толеранттылық қай кезеңде болсын ізгілікті іс ретінде саналған. Ол рухани бірлікке апарар жол. Толеранттылық, төзімділік, түрлі адамдар өмір сүретін ортада өзара сыйластық пен құрметтің ортаймауына ұйытқы болады. Толеранттылық бар жерде адамдардың құқы мен бостандығы сақталады. Толеранттылық үрдіс қалыптаспай, өркениетті қоғам құру мүмкін емес. Ортадағы төзімсіздік, шыдамсыздық түрлі дау-дамайға, тәртіпсіздікке, адам құқының бұзылуына алып келеді. Кейбір қоғамдарда орын алып жатқан нәсілдік кемсітушілік, күмәнді көзқарастар, дінаралық, ұлтаралық алауыздықтар осы төзімсіздіктің салдары. Төзбеушілік орын алған жерде оған қарсы күш пайда болады. Бұл өзара жанжалдың ушығуына апарып соғады. Жеке адам өз бойындағы төзімсіздікпен күресу үшін алдымен қоғамдағы жағымсыз құбылыстарға, кесірлі топтарға қатысты өзінің байсалды ұстанымын қалыптастыра білуі қажет. Егемен Қазақстан газетінен. Тапсырманы орындап болсаңыздар, жауап үлгісіне назар аударыңыздар. Мақаланың құрылымы: кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды бөлім. Мақаланың рәсімделуі: тақырыбы, авторлар туралы мәлімет, аннотация, мақала мәтіні, әдебиеттер тізімі. Тілдік ерекшелігі: эмоционалды экспрессивті сөздер, перифразалар, әлемдік арена, қосарлы сөздер, ғылыми техникалық, сын-қатер, тағы басқа. Жанрлық ерекшелігі: публицистикалық стиль, себебі саяси тақырыпта жазылған газет мақаласы. Оқушылар, сіздердің де жауаптарыңыз осындай болды деген сенімдемін. Жарайсыздар. Олай болса, оқушылар,
Келесі тапсырмаға көшейік. Толеранттылық төзімділік белгісі деген тақырыпта жазылатын мақаланың жоспарын құрыңыздар. Жоспар 3 бөлімнен кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды бөлімнен тұрады. Тапсырманы орындауға сіздерге уақыт беріледі. Жоспарларыңыз дайын болса, оқушылар жауап үлгісіне назар аударыңыздар. Мақаланың жоспары. Кіріспе. Толеранттылық ізгі іс. Негізгі бөлім. Еліміздегі толеранттылық үлгісі. Қорытынды бөлім. Толеранттылықтың халыққа берері. Жарайсыздар оқушылар. Сіздердің де жоспарларыңыз тамаша болды деген ойдамын. Олай болса, келесі бір тапсырмаға кезек берейік. Мақалаға құраған жоспарларыңыз бойынша толеранттылық, төзімділік белгісі деген тақырыпта шағын мақала жазыңыздар. Тапсырманы орындауға уақыт беріледі. Сәттілік оқушылар. Тапсырманы ойдағыдай орындады деп сенемін. Жауап үлгісіне назар аударыңыздар. Толеранттылық қай заманда болмасын ізгілікті іс ретінде саналып келген. Ол үрдіс қалыптаспай, өркениетті қоғам құру мүмкін емес. Себебі бұл адамдар арасындағы өзара сыйластықты, мейірбандықты білдіреді. Толеранттылық халықаралық термин болғанымен, оның мән мағынасы қазақтың кәдімгі төзімділік деген төл сөзімен баламалас болып келеді. Толеранттылық екі жақтың мемлекеттер, діндер, ұлыстар және жеке адамдардың бір-біріне құрмет көрсетуі, сыйлауы. Еліміздегі толеранттылықты халқымыздың даналығынан, ел басқарудың үрдістерінен көруге болады. Қазақстандағы сындарлы саясат елімізде тұратын ұлыстарды белгілі бір үйлесім мен мәмілеге келтіруде. Толеранттылық бейбітшіліктің кепілі. Ол халыққа бірлікке жетуге, бейбіт өмір сүруге мүмкіндік береді. Адамдардан құқықтары мен еркіндіктерін жан-жақты қабылдауда қалыптасып отырады. Жарайсыздар оқушылар. Сіздер де шағын тамаша мақала жазды деп сенемін. Жарайсыңдар оқушылар. Бүгінгі тапсырмаларды тамаша орындады деп сенемін. Олай болса, бүгінгі тақырыбымызды қорытындылайтын да сәтке келіп жеттік. Бүгінгі сабақта ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің құрылымы мен рәсімделуін білдіңіздер. Жанрлық және тілдік ерекшеліктерін талдадыңыздар. Ғылыми және публицистикалық стильдің жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып шағын мақала жаздыңыздар. Қайталау білімнің анасы демейме оқушылар. Бүгінгі сабақта өткен тақырыпты бір қайталап еске түсіріп алыңыздар. Олай болса, келесі сабақтарда жолыққанша сау саламатта болыңыздар.